Аллах тағалаға мақтаулар, пайғамбарымызға сансыз салауаттар мен сәлемдер болсын. Бүгінгі Рахманның сыйы, әр қайсымыз жүрегімізде мейірім болса, оңай ғана қол жеткізе алатын ұлы сый. Пайғамбарымыз саллаллаху алейхи уассалям хадисінде былай дейді: "Мән масаха раса ятимин, ла ямсахуху илля лиллахи, кана лаху би кулли ша'ратин маррат алейха ядуху хасанат." Кім бір жетімнің басынан сипаса, оны тек Алла разылығы үшін сипаса, қолы тиген әрбір шаш талшығына бір сауап жазылады деп сүйіншілейді. Пайғамбарымыз алейхиссалату вассалам өзінің хадисінде осылай сүйіншілеген еді: жетімнің басынан сипау сенің еш күшіңді алмайды және еш уақытыңды да алмайды. Бірақ мен саған айтайын, бұл жүректен шыққан мейірімге толы қолдың сипауы. Бұл амал көрсету үшін емес, мақтану үшін емес, мен қандай жақсымын деп адамдар көрсін деп емес, әрине Алла үшін. Бұл тек Алла разылығы үшін жасалатын амал. Адам басында орта есеппен 120 мың шаш талшығы бар делік. Енді ойлан, сен бір сәтте жетімнің басынан сипадың, 120 мың сауап таразыңа қойылатын болады. Сенің өмірінде осыншама сауапты жинау үшін қанша жыл керек екенін білесің бе? Қиямет күні таразыда осы 120 мың сауаптың алдында қаншама күнәлар жойылып кетеді, Алла қаласа. Алла тағала Худ сүресінде айтады: "Иннал хасанат юзхибнас сайиат." Расында жақсылықтар жамандықтарды жояды деген. Неге? Неге уа Раббым, бір сәттік амалға осындай үлкен сауап жазасың деген сұрақ келетін болса, өйткені Алла тағала біздің ішімізде адамгершілік мейірімді оятқысы келеді. Біз бәріміз адамзат ретінде бауырмыз. Осы бауырластықтың өзара құқықтары бар екен есімізге түсіреді. Алла тағала Құранда тағы да бізге былай айтады: "Я айюханнас, иттақу раббакум аллази халақакум мин нафси вахида, ва халақа минха заужаха, ва басса минхума риджалан касира ва нисаа, ваттақуллаха аллази тасаалуна бихи вал архам, инналлаха кана алейкум рақиба." Ей адамдар, сендерді бір ғана жаннан жаратқан Раббыларыңнан, қожайындарыңнан қорқыңдар. Олар сендерді бір ер мен бір ғана әйелден жаратты. Сондай-ақ сол адам мен Хауадан көптеген ерлер мен әйелдерді таратты. Алладан абайлаңдар, себебі сендер туыстық қарым-қатынас үшін де сұраласыңдар. Расымен де Алла тағала сендерді бақылап тұрушы деп Ниса сүресінің аятында ескерткен еді. Бұл рахым тек қан арқылы байланысты туыстық қатынас емес, үлкен адамзаттық отбасылық рахым. Егер жетім сенің туысың болса, сауап екесе артады. Туыстық қатынасты сақтау, әрі жетімге мейірім көрсету. Ал егер ол туысың болмаса да, сауап бәрібір беріледі. Жетімнің басынан сипау мейірімнің, жұмсақ жүректің, жауапкершілікті сезінудің белгісі. Егер сен өз әкеңнен айырылсаң, мен оның орнына саған мейірім беруге тырысамын дегендей ишара жасадыңыз жетімге. Пайғамбарымыз алейхиссалату вассалам мен жетімдер жайына тоқталсақ, Жафар ибн Абу Талиб радиллаху анху Муъта шайқасында шахид болды. Пайғамбарымыз саллаллаху алейхи уассалям сондағы алғаш істеген ісі оның балаларын жинап алып, яғни Жафардың балаларын мешітке барды да былай деді: "Мән якфулу абнаа Жафарин ва ана ва хуа кахатайни фил жанна." Кім Жафардың балаларын өзінің қамқорлығына алады, мен онымен бірге былай боламын деп екі саусағын осылай көрсетті. Яғни сұқ саусағы мен ортаңғы саусағын көрсетті. Осыншалық деңгейде жақын болатындығын, мен және ол жәннатта осылай қатар боламыз деп көрсеткен еді. Яғни жетімге қамқор болған адам пайғамбарымыз алейхиссалату вассаламға жәннатта өте жақын адам болады. Жетімнің мұқтаждығы мен сенің мұқтаждығыңды салыстырып көрейік. Сенің мұқтаждығың ол сауап, жетімнің мұқтаждығы мейірім. Алла тағала сенің сауапқа деген мұқтаждығыңды жетім арқылы өтейді. Сен оған мейірім берсең, Алла саған 120 мың сауап береді, әр тал шашы үшін әрине. Жетімді итеріп тастау, дінді жоққа шығару секілді, себебі Алла тағала Құранда ескерткен еді бізге: "Аруайталлази юказзибу биддин, фазаликаллази яду'ул ятим." Маун сүресінде. Дінді жоққа шығарған адамды көрмедің бе? Міне сол адамдар жетімді итеріп кеп жіберетін дейді. Яду'ул, итеріп қалатын, қаталдық көрсететін. Ал жетімнің басынан сипау оған мейірім мен жылулық беру емес пе еді? Өзіме де, сізге де айтар өсиет, алдымен өз отбасыңнан, жетімізде, яғни айналаңдағы туыстардан, оған уақытың мен
малыңмен, жұмсақ қолыңмен мейірім көрсет. Егер отбасыңда, туыстарыңда болмаса, адамзат отбасындағы жетімдер өте көп. Оларға біреу керек, басынан сипайтын, мейірім көрсететін, жылулық беретін. Сен бір ғана сәтте жетімнің басынан сипасаң, әр шаш талшығына бір сауаптан жазылады. Бұл Рахманнан келген ұлы сый. Олай болса, бүгіннен бастап бүгінгі амалыңыз және бұдан кейін өміріңіздің ішіне жоспарға кіргізетін амал жетімдер үйін зиярат қылыңыз. Егер айналадағы жақындарда, таныстарда жетімдер болмаса, онда жетімдер үйіне барыңыз. Олардағы көзі жәудіреген ата-ананың мейіріміне мұқтаж балалардың қасына отырыңыз, басынан сипаңыз, жылулығыңызды аямаңыз.